Құрметті әріптестер, бастауыш мектепте үйрететін білім жұрттың бәріне тегіс керек білімге жатады. Адамға тіл, құлақ, қол қандай керек болса, бастауыш мектепте үйрететін білімдер де дәл солай керек. Бүгінгі заманда хат танымаған адамның күйі тілі я құлағы я қолы жоқ адамның күйімен бірдей дейді ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы. Әліппенің мақсаты әріп таныту, яғни жазуға үйрету, жазылған сөзді оқуға үйрету. Яғни әліппенің үйрететін білімі функционалдық білім. Әліппенің сөздік қоры өте шектеулі болады. Мектепке келген монотілді бала ол жаста сөйлеп тұрады, бірақ оқу мен жазу дағдысы енді қалыптасады. Мәнерлеп оқып, жүгіртіп жазып кету үшін ол әбден дағдылануы керек. Бұған қазақ баласына өзге елдегідей көп уақыт керек емес. Манчестер деп жазып, Ливерпуль деп оқитын ағылшындарға, немесе әр иероглифі сурет, жеке-жеке мәні бар сөз болып табылатын қытайларға хат тану үшін көп уақыт керек. Тіпті мына іргедегі орыстың тілінде де шарттылық көп. Мәселен, 6 дауысты дыбысы қай дауыссыздың қасында тұруына қарай 48 түрге енеді дейді мамандар. Ал қазақ тілінде төл 28 дыбыс қайда тұрса да, негізінен сол дыбысталу қалпын сақтап тұрады, бұзылмайды, азбайды. Сол себептен де біздің баланың сауат ашуы тез, оңай. Хат тану үшін кезінде Ахаңның әліппесімен 4-ақ апта керек болған. Мұндай қорытындыны Ахаңның әріптесі, інісі бірге жүрген Телжан Шонанұлы айтқан. Қазіргі 42 таңбадан тұратын орыстардың әліпбиімен одан да көп уақыт керек болар түсінікті, бірақ әліппені жаңа жылға дейін бәрібір аяқтап жүрміз ғой. Екінші жартыжылдықта біздің оқу жүйеміз бойынша әліппеден кейін ана тілі деген пән кіреді. Меніңше бұл қате. Әліппенің жалғасы ана тілі емес, қазақ тілі. Яғни әліппе аяқталған соң екінші жартыжылдықта қазақ тілі басталу керек. Әліппенің ұлт ұстазы Байтұрсынұлы белгіленген мақсатын қайта бір еске түсірелікші. Жазуға үйрету және жазылған сөзді оқуға үйрету. Бұл екі дағдыны оқушы бойында әрі қарай қалыптастырып, ережесін жасап қадағалайтын қазақ тілі пәні. Ең қызығы, әліппеге қойылатын дәл осы мақсат қазақ тілі пәнін оқу кезінде де орта мектеп аяқталғанша өзгермейді. Ауызша және жазбаша мәтін тудыру дағдысын шыңдау, орта мектеп деңгейіне сай лингвистикалық білім беру, қазақ тілі пәнінің мақсаты осы. Тур әліппедегідей. Әліппенің ішіндегі мәтіндер өте қарапайым болып келеді. Ары кетсе 300 сөз. Ат тағала, ата, добал, айдос, допты бер деген сияқты. Ал бірінші сыныпта келген 5-6 жастағы баланың өзінің табиғи сөздік қоры бұдан әлде қайда бай болады. Зерттеушілер монотілді баланың, яғни тілі тек ана тілінде шыққан баланың сөздік қоры шамамен 5000 сөзді құрайтындығын айтады. Бұл дәлелденген тұжырым. Сондықтан бірінші жартыжылдықта тек хат танытамыз деп баланың сөйлеу дағдысын 2-90, яғни жарты жыл бойы тежеп қоюға болмайды. Бірінші 90-да әлі оқи алмайтын бала сабақта әліппемен қатар тыңдалым, айтылым әрекеттерін қатар жүргізіп отыру керек. Ана тілінің мақсаты оқушының табиғи сөйлеу дағдысын жетілдіріп, дүние танымын қалыптастырып, ұлттық құндылықты бойына сіңіру болып табылады. Яғни әліппе баланы оқу мен жазуға дағдыландырса, ана тілі оның сөйлеу дағдысын әрі қарай жетілдіріп шыңдай түседі. Мақсаты бөлек екі пән жыл басынан бастап жыл бойы бөлек-бөлек оқытылу керек. Қазақ мектебінде әліппе бірінші сыныптың бірінші жартыжылдығына аяқталып, бірден екінші жартыжылдықта тілдік ұғымдар туралы қарапайым түсінік беретін қазақ тіліне жалғасуы тиіс. Ана тілі тыңдалым арқылы бірінші қыркүйектен бастап оқылым дағдысына ұласып жыл бойы жүруі тиіс. Жалғасы бар.